Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін осындай өте әдемі, әрі тез әрі оңай жасалынатын керемет кешкі аспен бөліспекпін. Міндетті түрде менімен соңына дейін болыңыздар. Ең алдымен картопымыздың сыртын тазалап, жақсылап жуып аламыз. Бізге керегі бір 8-9 картоп және де олардың ортасынан бөліп, әрбірінің ортасын тазалап аламыз. Сәл үлкенірек немесе орташалау картоп алған жөн. Енді әрқайсысын пышақтың көмегімен ортасын бөліп алып, және де пышақтың көмегімен осылай ортасынан тазалаймыз. Ең алдымен пышақтың көмегімен кесіп алып, кейін үлкен қасықтың көмегімен алып тастасаңыздар болады. Яғни өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай тазалап алыңыздар. Міне біздің картоптарымыз дайын болды. Енді салмасын дайындайық. Ол үшін блендерге жаңағы картоптарымыздың орталарын салып, оны блендермен бір өткізіп аламыз. Немесе ұсақ қылдырып турасаңыздар болады, егерде блендер болмаса. Ал енді бөлек ыдысқа тартылған етті саламыз, және де картопымызды саламыз, және де ұсақтап туралған пиязды салып жіберсеңіздер болады. Дәміне қарай тұз, бұрышын қосасыздар, және де осылай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ал енді ең әдемі сәтіне келіп жеттік. Осы картоптарымыздың үстіне қолымыздың көмегімен немесе үлкен қасықтың көмегімен толтырып тұрып салмамызды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Осылай барлық картоптарымыздың үстіне салып шығамыз. Ал енді подливасын дайындайық. Ол үшін мен сәбіз бен
пиязды алдым. Сәбізді осылай домалақ етіп, пышақтың көмегімен немесе арнайы ирек кескіштің көмегімен турап аламыз. Осылай екіге бөлеміз әр бөлігін. Және де пиязымызды қарапайым етіп турап алыңыздар. Ал енді пісіретін ыдысымызға сұйық майымызды құйып, оны қыздырып, үстіне сәбізіміз бен пиязымызды салып, және де менде сәл картоп қалып қойған, соны да салып қуырып аламыз. Ал енді қалауыңыз бойынша болгар бұрышы мен қызанақты қосуға болады. Менде бұл жерде болгар бұрышы мен қызанағым қатырылған, соларды да қосып жібердім. Немесе томат пастасын қосып жіберсеңіздер, өте әдемі әрі дәмді болып шығады. Әрине дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз, және де сәл су, қайнаған суды құямыз. Біздің суымызды сәл жаңағы подливамыздан асырып құйыңыздар, және де қайнатамыз. Осы қайнаған суымыздың үстіне картоппен тартылған еттен жасалған тағамымызды үстіне әдемілеп тұрып саламыз. Ал енді бетін жауып, 25-30 минуттай бұқтырамыз. Міне, біздің тағамымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі көрінеді. Ал енді тарелкамыздың үстіне әдемілеп тұрып саламыз. Осылай домалақ етіп салып, ортасына подливасын құямыз. Және де әсемдік үшін көкшөптерді турап қойсаңыздар өте әдемі болып шығады. Осымен біздің тағамымыз дайын болады. Баршаларыңызға көргендеріңізге көп рахмет. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар. Видеома лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Диана. Менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше баршаларыңызға ас болсын. Сау саламатта болыңыздар. Рахмет.